Сәлем достар, бүгін сіздерге сатылымда өте көп жүретін шарлотканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі жеңіл болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Шарлоткамызды біз алмамен жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен алмаларымызды жуып тазалап, сыртын ашып, осылай кусоктарға турап аламыз, өздеріңізге ұнайтындай етіп. Одан кейін үстінен қантымызды саламыз, одан кейін үстінен корицамызды саламыз. Мен видеода қазір сіздерге екі шарлотканың рецептін бөлісіп отырмын, бірақ та видеоның астына бір шарлотканың рецептін жазамын. Осыны мұқият тыңдап алыңыздар, иә. Мен өйткені постоянно көп объеммен жасағандықтан сіздерге осылай бірден екі шарлотканың рецептімен көрсетіп отырмын. Шатастырып алмаңыздар. Қантымыз бен корицамызды салып болғаннан кейін енді жақсылап араластырып бір шетке алып қоямыз. Алмамызды дайындап алғаннан кейін енді жұмыртқаның үстінен қантымызды салып миксерге қоямыз. Бірінші төменгі жылдамдықта бастайсыздар, одан кейін жоғарғы жылдамдыққа қойғаннан кейін 9-10 минут миксерлейсіздер. Аппақ қою болғанша миксерлеулеріңіз керек. Енді осы аралықта арасына құятын сұйықтықтарымызды дайындаймыз. Сүт және сұйық май. Сүттің үстінен сұйық майды сразу құйып дайындасаңыздар болады. Бір ыдыста ештеңе де етпейді. Енді дәл осылай дайындап алғаннан кейін барып, ұнымызды дайындаймыз. Ұнның үстінен қопсытқышымызды салып, екеуін біркелкі болғанша араластырып аламыз. Тағы да айта кетейін, видеода мен екі рецептікін дайындап жатырмын. Екі шарлотканыкін сіздерге мен бір шарлотканың рецептін астына жазып қалдыратын боламын. Одан кейін осылай ыдысымызды майлап аламыз. Мен астына осылай қағазды саламын. Міне осылай аппақ болып, қою болып миксерлену керек. Тура видеодағыдай. Енді ең төменгі жылдамдыққа қоясыздар. Жылдам осы сұйықтығымызды құямыз. Сұйықтығымызды құйып болғаннан кейін жылдам ұнымызды лопатамен салып жібересіздер барлығында. Немесе қасықпен саласыздар. Асықпай салуға болмайды, барлығында жылдам салып жіберіңіздер. Бәрі біркелкі болып араласқаннан кейін сразу миксерді өшіріңіздер. Оның барлығында салып болғаннан кейін сразу миксерді өшіріңіздер. Одан кейін ары қарай лопатамен араластырыңыздар. Міне қыздар, мен ұнды салып болғаннан кейін сразу миксерді өшіріп, ары қарай лопатамен араластырып жатырмын. Миксермен көп араластыра берсеңіздер, тесталарыңыз сұйық болып кетеді, ол формадан ағып кетеді. Сондықтан осылай араластырып аласыздар. Енді формаға құйып алып, одан кейін алмаларыңызды өздеріңіздің қалағандарыңызша әсемдеп шығасыздар. Алмаларыңызды салып болғаннан кейін дәл осылай пісірсеңіздер де болады, немесе мен сияқты посыпка сепсеңіздер болады. Бұл посыпканың жасалу жолы қант, ұн және де май үшеуі ғана. Осы үшеуін ғана араластырып, бетіне себесіздер. Оның рецептін тоже астына жазып қалдырамын. Енді қыздар, мен Unox деген пеште 130 градуста 1 сағат 10 минут пісіремін. Ал сіздер өздеріңіздің обычный пештеріңіз болса 150 градуста 1 сағат 10 минут пісіресіздер. Осылай әп-әдемі болып көтеріліп піседі. Суығаннан кейін кішкене беті отырады, ол ештен кетпейді, ол сол қалыпты жағдай. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.